Менің әкемсіз бе? Деймін да. Осы үйде әйтеуір бір Гүлжан деген служанка бар ғой. Ана кір өзімен өз жуылып жатыр, лақтырып тастайды. Дайын. Сонда ойланбайсыңдар ма деймін да, мына таза киім қаяқтан келіп жатыр, мен кеше кірге тастадым ғой. Бір ит тазалап қойып жатыр, сол кім екен өзі? Әйтеуір осы жерде біреу жүретін еді, сипаң етіп сол істеді ма? Ана тамақ деген келіп жатыр, өзімен өзі жасалып дастархан қойылып жатыр, жеп жатыр, бірақ соңынан жинап, мама мен ананы істеп қояйын, маманы нан дайындап қояйын, мына жерлерді жуып ала салайын. Ондай жоқ қой, онда бір ит бар ғой, оны тазалап жуып алатын. Бір шеше боп мен не істеп жатсың? Мамам нан істей қояйын, арттарынан жинайын. Анауда ойбай, мынау мен қатының ғой, бір жаққа бармайсың ба? Шаршап өлейін деп жүрсің ғой, дем алмайсың ба? Бір жерге барғың келе ма? Киім керек па, басқа керек па? Деп айтпайды ғой бір. Сендерге айтып жатырмын мен. Әңгіме айтып жатырмын мен, тыңдап жатсыңдар ма мені? Не дейсің, мам? Не айтып жатсың? Малика, әшейінде осы әкең любимчигісің ғой, бар сұра. Жұрттар осы тау мен тас, көл, көсір, барлық жерде демалып жатыр ғой. Таста демалған жоқпыз ғой, есіктің алдына шығып майопка жасаған жоқпыз. Бар әкеңнен сұра, айт, папа де, біз сыртқа шығып, семейный болып қыдырайық та, ең болмаса, сіз бармасаңызды, мама үшеуміз барып келейік деп барып сұран, бар, айт. Бір жерге барайық де. Жоқ, таң қалам осы бар ғой, біреудің үйіне барсаң, мамалары мен бала шағалары бір-бірімен етене, мамамен бүйтіп жатырмын, наны сөйтіп жатырмын, былай істесек қалай болады, үйтсек. Сендер осы мен бар екен білесіңдер ма үйде? Әңгіме айтпайсыңдар ғой мен. Мен де осы үйдің адам шығар, мен де біреумен сөйлесуімді, ана әкелерің жатыр ана жерде мелшиіп табақтай болып. Ана Зүлпан, уже мен надоел уже бар ғой, әңгімелерінен жүрегім айниды. Бітпейді, ана жырын айтады, уже жаттап алдым мен өсектерін. Болды, мам, дерске әңгіме дейік та екеуміз, мен бір жақсы анекдот айтып берейін да сізге. Қойшы анекдотың керек емес сенің. Жоқ, тыңдасаңызшы. Қызылордада бар ғой, ана иттердің қуығы жарылып өліп қалады екен ғой, мам. Не ақ? Тал жоқ қой оқта. Сол күлкілі ма енді сол, Қызылорданы мазақ қып, ба? Мама, сосынше, сіз ана ыстық шай көп іше бермеңіз, өп ма? Не алды еді? Денсаулыққа зиян ба екен? Жоқ, қуығыңыз жарылса, аяғыңыз күйіп қалмай ма? Сен анекдоттарың бәрі қуықпен байланысты ма? Қуыз еттеп жатырмын да просто. Мама, папа бізге дайындалыңдар, кетесіңдер деді. Бізге путевка алып қойыпты ғой, папа. Қазақстанда шетелден өтіп кеткен жер бар дейді ғой. Қай жер ол? Қай жер? Азанда үйге дайын машина келеді, мінесіңдер да кетесіңдер деді. Қой деп алатын ба? Пляж бәрі бар дейді ғой. Қойшы! Тоса! Ана Зүлпанға айтушы болмаңдар, естің ба? Мен саған айтып жатырмын. Ойбай, етіп бәрем десең. Азанда сағат 6-та тұрамыз. 5:30-да 6-та шығып кетеміз. Ана 7-те тұрады айтпесе Зүлпан, әрбір жүреді. Жайнен шығып кетеміз. Түсіндіңдер ме? Айтушы болмаңдар. Болды. Қандай жер болды екен? Кәдімгі пляжда суға жүзіп. Айуан, демалыс деп неге ауылға кеп тыстай береді? Бәрібір ғой сендерге. Адам жынын келтіріп, адам сияқты бір демала ғой десең, демалдырмайды ғой. Жүріңдер енді бол. Немау? Жетпей атқан осы боқ еді енді. Мама, боқпастан қайта бай боласың дейді, тосын бай боламыз. Миллионер боламыз, мама. Жақсы ырым осындай ырым бар дейді ғой. Осы бай болатын ырымның бәрін боқпен қатыстырып қоясыңдар, Төбеңнен қарға түссе, бай боласың. Боқпассаң бай боласың. Туалетке түсіп кетсең бай боласың. Бәрі боқ әйтеуір. Жүрші бол.
әпшелерің үй жақындаған сайын қашып бара жатыр ма, немене бәле, жете алмай кеттік қой. Ұсташы мынаны, сен де соламандай болып жүре бермей. Қыздардың сөмкесін ұстамаймын. Мен саған қыз емеспін, мен сенің шешеңмін. Ұста деген екен. Теттік баға, ұстамын деген емес. Топас. Жүр. Айналдым Мақсұт берген анашыма. Тоқ. Не болды? Ашып жібермей, ашып жібер. Сүлпәннің өлең құлағыма келіп жатыр да. Айналдым Мақсұт берген анашымнан. Оля, уже дауысы құлағыма прям естілетін болып жүр ғой кәшше. Құдайға шүкір бар ғой, ауылға кесекте сол қатыннан уже мен кеткеніме Құдайға шүкір деп жатырмын ғой. Айтпесе уже надоелым шығарып жіберді да. Келеді да, ойбай, енем үйтіп қалды. Қоя тұршы, айналайын, не? Сөйтеді да маған мысал. Гүлжан, қалайсыңдар? Жақсы, не алып жүрсің сен? Ойбай, мен анау көшенің арғы басында Зүлқия дейтін әпшем тұрады, үлкен әпшем. Соң үйіне келген кеше қыдырып. Немене сен бүкіл Қазақстанда әпшең тұра ма? Қайға барсақ, ойбай әпшең тұрады деп біздің артымыздан еріп барасың. Біз де әпшеміздің үйімізге келдік бір. Мынау әпшелерің үй ма? Иә. Кім деген? Ойбай, не амақшын? Ертең тағы осы жерде әпшем тұрады деп кеп тұрмақшын қонаққа? Біз даладан яқ тұрса телміріп, кірейік те онда әпшелерің үй болса. Кірейік кірсек. Әрең жеттік ау. Ойпырмай аяғымыз өкшеміз езіліп. Ауыл деген бар ғой бәрібір ше. Любой шетеліңнен мықты ғой, а. Ауыл деген супер ғой. Аны айран дейсің ба, сүт дейсің ба, алма дейсің ба. Огород деген жайнап тұр. Бәрі бар ғой ауылда. Бірге қаладан балдар келіп қопты. Асылбек, бір келе. Асылбек, бар сен ағын шақырып атыр. Асылбек, как раз жұмыс қызып атқан кезде келді оларды. Ағын шақырып атыр, бар кеш бар. Бар. Ішіп жеп болсыңдар, тұрып, неғып кетпейсіңдер, әңгіместеп отыра береді. Өсекке жаман құрман осылашы. Уағалейкум сіз. Мән, ұста. Саламын. Бәрекелді. Сал. Көп-көптен салса, көп-көптен. Қалам баласы да қалам баласы. Ақ саусақ. Ебі жоқ та, ебі жоқ. Дұрыстап салсай. Дұрыстап жинаса, неме бәле? Қалам баласы да, ебі жоқ та, ебі жоқ. Ақ саусақ десе. Ой, әкең. Асылбек, қалай адын аны? Көршінің. Ой, алсаңшы ана, Жасылбек тартсаңшы болды, алынады ғой. Ебі жоқ та, ебі жоқ. Білмейді да, дым көрмеген. Ауыл да, ауыл. Қараңғы. Тупой да, тупой. Еще iPhone 11 ұсталыпты. Көтіне қарамай. Енді үстеп отыра бермей бірдеңе істейік та. Так, ауылға келдік қой, онда битейік. Ыстығынан жегілерін кеп отыр ма? Давай битейік онда. Бәріміз далаға бараяқтағын, жамырап бараяқтағына кезектерейік. Сөйтейік те тапаға қойып, ыстығынан жауып жемедік па? Сарымайын ағызып тұрып. Қойшы айналайын, тірлік деген айтпашы өзіміз. Ана қаладан өлейін деп келдік қой. Демалатын нәрсе айтса, адам демалып бір, вау, осындай екен ғой, ауыл деген деп қалатындай болу керек қой. Деп қалатындай болу керек па? Онда битейік. Аяғымызға бір етік киіп алайық. Сөйтейік тағына, ана жерге бараяқтағына тезекті мыжып, шапаттап, қолымыздың, бетіміздің бәрлігіне жағып, ағырмадық па? Неменеге әңгімелерінің бәрі тезектің айналасы, боқ, сондай болып кетті. Ағарғың деп жатыр ма? Мына қарамшықты алда бар, тезегін шапаттай берші айналайын. Ойбай-ау, тезек шапаттау біздің ауылда хит білесің ба? Сендердің ана білек мәск, қара маск дегендеріне қайда жақсы? Не саған да? Жылпанға бір сұрақ қойғым келді. Сен көзің сығырайып қалған ғой? Сығырайып қапты. Сен адамдардың бәрін жартысынан көретін сияқтысың ше? Албасты қатын. Сенің де көзің көкшиген көк қой. Адамдардың бәрін көгілдіріп көресің бе сонда? Давай одан бетек. Қойшы оның бәрін. Қалада бар ғой. Бір су көрген жоқпыз ғой, бір жұрттар. Ойбай, әне жерге бардым, суға түстім, үйттім, бүйттім деп купальникті бар ғой, 7 жыл бұрын ағам әлі тұр. Қысқарып қалмады. Шомылмадыңдар ма қалада? Шомылмаған жоқ, қайға барамыз? Ойбай, ауылда ше. Тезки су бар ғой. Шомылмадық па? Давай, Асылбек, Малика, тұрыңдар кеттік. Тұр.
келді міне. Ойбай Зүлпан, мына жерің. Анталияны аңқайтып тұрсаң, тоңқайтатын жер ғой. Мына не деген тамаша қарсақ. Сіз насыртке? Ойбай, не істеп жатсың? Ауыз ішпей жатыр ма? Жоқ, демалып алайын да, демалып үлгеріп қалайын да. Ертең 1-сентябрь келіп жатыр ғой. Оқу басталады ғой ертең. Демалайын, каникул аяқталып жатыр. Зор екен да жер. Асықпай демала бер, үлгересің. Карантин тағы созды ғой, басталмайды оқу. Басталмайды. Асықпай демала бер. Деп демалда, демалмай тұрып жүрегің тоқтап қалайын деп қалады ғой, я? Сол кезде шығара берсең де болады. Қош. 2 күн тұрып демалсаң болады. Гүлжан, бер кел. Рахат мына жер, я? Күшті жерге келдік қой өлә. Қазірше екеуміз жақсылап загарды алып, әдем болып күнге қыздырынып, загар еліне болып шықпаймыз ба? Не амашсың сен загарап? Такита қап қарасың ғой. Сәл қасқарайса таппай қалып қой сен. Қойшы. Малика, қарамышық. Купальник анамнан бәрін дайындаңдар, сол шомыламыз қас қараймай. Кешке қайтуым керек мен. Ойбай, біз қонамыз деп келдік қой, кешке қайтамыз дегеніз. Қайтсаң өзің қайта берейін ғой. Қонғандыз мен күйеуіме әпшеме айтып кеттім, кешке Гүлжандармен бірге қайтамын деп. Мен де ашпай қайтуым керек мен. Айналайын, немене бөлу? Шомыламыз да қайтамыз. Малика, бош тез. Не анау? Не анау? Ағаш көрмей тұрсың ба? Сен айтқан жоқпын мен. Не анау үстіңдегі ашық шаш? Ұялмайсың ба жан-жақтан? Кисе үстіңе бірдеме. Осы сендер сөйлемесін деп купальник кимей киіммен түсіп жатырмын, көрмей тұрсың ба? Не істеймін, шуба киіп түсейін ба? Қарасай. Миымды ашты, бар үстіңе киіпке шолмайсың айтты. Түсіндің ба? Киіпке бар үстіңе қазақтың қызы емессің ба? Бір бәлеміз, қазақтың қызы мынандай еу. Ауылың көшіп барады, алмалыға кім көнбейді, тағдырдың салғанын аяу. Ой, керемет қой шіркін. Қазақтың қыздары деген. Әрбір қазақтың қызы өстіп жүрсе да. Мәл, осы ма арманың? Жоқ, үйсіп түсу керек пе еді? Қазақша көйлекпен? Қазақтың қызы, қазақтың қызы. Жынды, мен саған ойнап айттым ба? Ойнап айттым ба? Мама, анау шынымен қазақша көйлекпен істесем түсіп жатыр ғой. Ой, Гүлжан, пысықсың ғой, пысық. Қашан істеп үлгердің? Жаңа істеп дайындап қойдың ғой? Бағана істеп үлгеріп қойдың ба? Жеңдер суып қалады. Мен тойып тұрмын. Ойбай, жесі енді. Тойып тұрмын, мен асықсым кетуім де керек қой қазір. Ауыз тисе енді хотя бы. Мейлі ауыз тиін ал. Ауыз тием де кетем ғой. Өля, Гүлжан, тамақтарың дәмді болып, күшті болып че. Отырып жесей, адам сияқты отырып жесей. Просто тұрып жесең күшті болады да, нығыз болады да, нығыз сіңімді болады да тұрып жесең. Шашлик бар ғой, шашлик бар қазір осыдан кейін. Бұдан кейін шашлик бар ма әлі? Е? Онда қазір келем мен, Гүлжан. Ноғаяқ кетті? Тоқты! Ойбай, аға, құтқарыңдар мені деп қорқатты ойлап қалдыңыз ба, аға? Тоқта деймей! Аға, тоқтағанда ше, мен тоқтаймын ғана, ішім тоқтамай, жаман болып тұрмын, аға, өткеді берейші, пожалуйста. Ішімді ақтарам мен қазір ішімді. Оля, аға, как раз жолықтыңыз ғой маған ше, ішімді ақтарыңызшы, ақтаратын адам керек болып жүреді, жақсы жолықтыңыз ғой, аға, кеңізші, отырыңызшы. Шошаңдата бермеңізші, мына балтаңызды тасызаңызшы, отырсаңызшы мына жерге. Жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың Ама кесе сөріп кетсеміз. Күлсей? Зүлпан әпшен қайға кетті? Бағана шықты ғой, былай қарай кетті. Жоқ содан әлі. Білмеймін. Жүрші іздеп қайтайық тағы бір бәлеге ұшырап қалмасын, жүр. Оля, аға, отырыңызшы, жақсы жолықтыңыз ғой маған ше. Мысалға, былай тартсам, былай жетпейді, былай тартсам, былай жетпейді. Бәле болды ғой ше, карантинді сол жіберді ғой 5-6 айға дейін ма? Ана өкімет 42.500 азақ беріп қойды ғой. Қанша рет алдық? 5 рет па, 6 рет па алды ғой деймін. Ол маған вообще берген жоқ қой. Ой, қоя беріңізші, оны не қыласыз, оны медицинада бүйтеді маған, медицинада. Үш бүйрегің бар дейді маған. Сол дұрыс па енді, жазда жүйт, жазда шүлікпен жүрме дейді, жалаң аяқ жүр дейді. Өкшең жарылып кетеді дейді ма бірдеңе дейді.
қойыңызшы, осының бәрін көтеріп жүру маған оңай дейсіз бе? Мысалға аға, киімнің бәрін кәсіпкерлікпен төлеп отырмын ше. Осының бәрін төлеу оңай ма дейсіз бе маған аға? Қойыңызшы, сізді түсінбейді екенсіз әйтеуір барлығын айта береді екенсіз. Зülпін! Зülпін! Кіп кішкентай болып бір жерге ілініп қалдым сол. Не айтам мен күйеуіне? 5 бала жағамен жетті, 5 бала жағамен күйеу қап кететін болды ау, жалғыз өзі қап кететін болды ау. Не қыпты? Шеттей бала шағаларымен әйелдер де қап кетіп отыр ғой қазір. Зülpін! Зülpін! Енеңмен тұр, менімен тұр деп айттым да күйеуіме ше. Бір кезде қарасам, жарқ ете қалды тағы. Азында тұрып қарасам бар емес пе? Күйеуім көз көп пенбек қой. Жаман ұрыппын ше аға ше. Сондай әдетім бар, неге ше мен ше. Сізде сол жағымда әдем отырса да жырқ еткізуім мүмкін аға. Үйтіп маған не қыла бермеңіз, не ырма деймін ше мен үйтіп. Удобно отырса сіз просто. Зülfan әпші! Ту мама, шаршап кеттік соны тастап кете салайықшы. Тастап кете салатын біз сен жейтін емеспіз ғой. Мама, білесіз бе, Зülfan әпшені ше, бүйтіп шығарсаңыз, қара қатын деп шығарсаңыз, сөйтсеңіз жынданатын еді ғой, тез шығатын шығар. Может, Қара қатын! Өзімізде зорға келдік ше, орманға ше, айтып ше. Білмей кеттік қайтер барлығын. Сіз шақырып отыр ойын. Көрдіңіз баға, көршілерге де абыройымызға мамға. Біреу қара қатын дейді, біреу не дейді, қара мышық дейді, біреу ананы айтады, біреу мынаны айтады. Әйтеуір Гүлжандар да дым нәрсе қара қатын дейді ма, бірдеңе деді. Аға қаяққа кетіп қалдыңыз, бір кезеңші әңгіме айтып отырмын ғой. Не болды, Гүлжан, не болды? Қара қатын дедіңдер, Зülfan дедіңдер, не қылдыңдар? Бір әңгіме айтқызбадыңдар ғой адамға. Бір әжептәуір ақтарылып отыр ек. Не дейсің? Зülfan қаяқта жүрсің сен? Жер жақанда іздеп жүр ғой сені таппай. Не қылдыңдар, енді таптыңдар ма? албасты қатын, айтып кетпейсің ба кететін жеріңді? Тамамыз жыртылғанша іздедік қой сен. Уля, Гүлжан, мен отравление болып қалған ба? Что-то жүрегім айнып біртүрлі болып тұрмын ше. Скорый шақырасыңдар өдім. Гүлжан, уля! Скорый шақырсай бар. Тон шыққан жоқ қой, саған немене істеп жатсың? Зülfan ойбай. Скорый шақыр. Скорый, бол шақыр. Алло, скорый, тез келіңіздер сияқты Zülfan әпші құлап жатыр, білмеймін. Не қылды Асылбек келді ма скорый? Ой, не болды? Жазылып кеттің. Нормальнысың ба? Нормальным ғой, мен скорыймен жетіп алайын деп едім, просто әпшем тұрады ғой мен түнктің басында, білесің, Зүлқия. Соңында жетіп алайын тегін. Сендер мені апарып тастамайсыңдар ғой қазір. Оңға қарап бұрылып кетесіңдер ғой. Мен скорыймен тегін жетіп алайын құрсын.